Қазақ музыка тарихында есімі алтын әріптермен жазылған талантты композитордың 100 жылдығы біздің қаламызда да жалғасын тапты. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың ұйытқы болуымен өткізілген бұл шараның мақсаты Мұқан Төлебаевтың өмірі мен шығармашылығын өскелең ұрпаққа насихаттау. Музыкалық кеш ұйымдастырып отырмыз. Осы музыкалық кешіміздің көрермендері ретінде Лингва колледжінің студенттерін, бірінші курс студенттерін шақырып отырмыз. Осы мақсаты бұл Мұқан Төлебаевтың ұлы композиторымыздың өмірі мен шығармашылығы жайында және де еңбектері жайында, мысал үшін Біржан Сара операсының үзіндісін көрсетіп отырмыз. Кеш композитордың өмірі мен шығармашылығына арналған шағын деректі фильмді тамашалаудан бастау алды. Мұқан Төлебаевтың жауһар туындыларының бірі және бірегейі Біржан Сара операсы да ұмыт қалмады. Бұл игі шараға келген жастар композитордың өмірін тағы да бір жаңа қырынан тани түсті. Бүгінгі кеш өте қызықты өтті, және де біз атақты композитор Мұқан Төлеуов туралы өте қызықты нәрселер білдік, пайдалы нәрселер білдік, және де Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға шақырғандары үшін рахмет. Бұдан басқа кеш қонақтарына Мұқан Төлебаев жайлы жарық көрген бірқатар еңбектер мен кітаптар таныстырылды. Өлең мен өнегіге толы бұл шараға келушілерді жақсы әсермен тарқасты. Қазақ өнерінде шоқтығы биік нар тұлғаның айшықты аты осылайша біздің шаһарымызда да бір жаңғырып қалды. Жанайдар Майкен, Диас Нұрмұханов, Бауыржан Ермағанбетов, 5-ші арна.